Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Әкесінің арқасында үлкен лауазымдарға ие болып, қазіргі таңда жоғарғы палатада, яғни сенатор болып отқаннан, жақында ғана ақшыққа әкесімен бірге барып, Американың алдынан өткеннен туындап отқан сұрақ, қазақ жерінде әйел президент бола алады ма депті. Заң жүзінде президент тек ер бола алады делінбеген, сондықтан бола алатын болып тұр ғой. Қазір әлеуметтік желілерде арнайы адамдар Сүйіндік Батырдың қызы Бәтима яки Бопайды біздің заманымызға дейін өмір сүрген Тұмар яки Томиристі көбеске алып кетіпті. Оның үстіне Томирис жайлы фильм түсіріп жатыр. Бұның бәрі тектен тек емес. Қазақтың санасына жаймен бұрындары әйел басшы болған құюда. Бірақ қазір билік бұрынғыдай атадан балаға мұра болып қалатын заман емес. Биліктің иесі бір әулет емес, бүкіл қазақ халқы. Президентке және депутаттарға өз билігімізді сайлау арқылы уақытша беріп тұрамыз. Қазақ халқына қызмет етпей, өз қара құлқындарын ойлар болса, Ақордадан да парламенттен де қуып шығамыз. Толықтай хақлымыз. Дауыс беру құқығына ие еркін азаматпыз. Халықтың басым бөлігі қолдаса боласың, қолдамаса болмайсың. Ұлдарының бірі наркомандардың қатарында болған. Екі ұлының біріне ие бола алмаған әйелді қазағым қолдай қояды деп ойламаймын. Біз үшін анау шешіп қойған, мынау шешіп қойған деген ірген әңгімелерді доғару керек. Мынау отбасы Ресей басылады, анау отбасы Қытай жеріміз тартып алады деген ертегілерді өз айласын асыру үшін салдақлар шығарған. Біздің берешегіміз бар кезде кез келген алпауыт мемлекет көмегін беруге әзір. Қытайдан қорқудың қажеті жоқ. Олар өздерінен 10 есе аз, тылақтай жерде отырған жапондықтардан шошынып отыр. Ресейдің де авторитет емес. ақш-пен достасып, зымыран тасығыш ұшақтарының бірнешеуін елге кіргіземіз десек, аяққа жығылады. Мысалы, белорустар 10 миллион болып алып, Еуроодаққа қосылып кетем, дегенімді бер деп қанша жылдан бері Ресейді соғып келеді. Мына шалсақ емес, дұрыс саясаткер болсаң болғаны. Қайталап өтейін, біз қазақпыз, қазақстандық емес. Өз жерімізде кімнің кім, ненің не болатынын Нұриге емес, тек біз шешеміз. Нұриге отыр ғой 30 жыл бойы десең, халықтың, яғни сенің үнсіздігіңнен отыр. Ал үнсіздігің келіскеніңнің белгісі. Сондықтан өз даусыңды беріп, әр адамның даусы маңызды екенін есіңнен шығармай, белсенділік таныта білу керексің. Баршаңызға сәттілік, күндеріңіз қайырлы болсын. Сіздермен бірге болған Жанбол Рахматулла.